Сәлем достар, бүгін картоптың пайдасы мен зияны жайлы айтатын боламыз. Арамызда мен картоп жей алмаймын немесе картоп жеге маған ұнамайды деген комментарий болса, қалдырып кетіңіздер, қызық болсын. Өйткені картоптан жасалған кез келген тағам өте дәмді әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлақтары, біздіңше чипсы. Тағам құндылығының аздығында және зияндығына қарамастан сүйіп жейтіндеріміз рас. Славян халықтарының екінші нанына айналған бұл ежелгі көкөністі алғаш рет осыдан 12 мың жыл бұрын үнді тайпалары өсірген екен. Картоптың адам ағзасына тигізер пайдасы мен зияны бүгінгі тақырыптың негізгі арқауы болмақ. Картоптың құрамында С, В1, В2, В6, В9, К дәрумендерінің бай көзі, кальций, темір, магний, натрий, фосфор да бар. Басты бөлігін 75%-ын су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады, ешқандай арнайы шаралар керек емес. Тек құрғақ күйде сақтау керек. Картоптың құрамындағы кальций және калий біздің ағзамызға ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады, оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз. Сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдауына кеңес береді. Оның құрамындағы баластық зат асқазан ішек жолдарының жұмысына пайдасын келтіреді. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл етке пайдалы, сондай-ақ өсіру процесіне қатысады. Темір иммунитеттің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды. Картоптың ағзаңызға берер пайдасын біліп алдыңыз деген ойдамыз. Иә ма? Ондай болатын болса, комментарий қалдыра отырыңыздар. Ал картоптың зияны қандай? Әдетте салмақ тастағысы, азғысы келетіндер өзін картоп жеуден шектеп тастайды. Бұл да дұрыс. Картоптың зияндылығы оның құрамында көмірсулар мен жасұнықтың көп болуында. Бұлар өз кезегінде адам ағзасына қанттың мөлшерін көбейтіп жібереді. Дұрысы, картоп тағамдарын дұрыс дайындай білуді үйрену керек. Қуырылғаннан гөрі қабығымен бірге қайнатып жегеніңіз және қуырылған картоптан аулақ болғаныңыз өзіңіз үшін пайдалы болмақ. Картоптан жасалатын бет терісіне арналған маскалар мен картоптың түрлі дәмді тағамдар жасаудан хабардар боларсыз. Бұдан басқа картоп тұрмысында ем-дом ретінде пайдалануға болады. Кейбір адамдардың табанында қатайған тері, яғни мозоль пайда болып жатады. Әсіресе биік өкшет, аяқ киімнің ыңғайсыз болуынан күс пайда болып, оны кетіре алмай әбігерге түсеміз. Мұндайда картоптың көмегіне жүгініңіз. Табанда шикі картопты тарту арқылы ондағы қатайған теріні жұмсартуға болады. Ол үшін алдымен картопты үккіштен өткізу керек. Жарты стакан үгітілген картопқа 1 шай қасық бал қосып араластырады. Осыны дәкеге салып, қатайған теріге жапсыруға болады. Сыртынан шұлық киіп 2 сағаттай жүру керек. Мұндай рәсімді күніне 2-3 рет қайталауға болады. Картоп жайлы ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.